тиімді тәсілмен қосу және азайту тақырыбының үшінші есебін тапсырмасын қалай шығарамыз, соған мән берейік. Мұнда мазмұнды есеп берілген. Мазмұнды есепті шығару үшін алдымен мазмұнын толық түсініп оқып аламыз. Және мазмұнды есепте шарты болады, оның сұрағы болады, шешуі және жауабы болады. Енді бұл мазмұнды есепте не туралы айтылған оқиық. Жемсауытқа 3 сары шымшық, 4 көгершін және 6 торғай қонды. Жемсауытта барлығы неше құс болды. Бұл есепте не туралы айтылған? Құстар туралы айтылған. Қандай құстар бар? Сары шымшық бар және көгершін бар 4, торғай бар 6. Енді бізге нені сұрайды бізден? Жемсауытта барлығы неше құс болды дейді. Бізден сұрап отырғаны барлығы. Енді біз осы есептің шартын құрып көрейік. Шарты: бірінші қандай құс мына жерде жазылған? Бірінші сары шымшық. Нешеу? 3. Сары шымшық. Үшеу. Сосын қандай құс? Сосын көгершін. Көгершін нешеу? 4. Сосын қандай құс? Торғай. Торғай нешеу? Торғай 6. Енді бізден сұрайды. Барлығы неше құс болды? Міне, барлығы. Барлығын былай белгімен салуға болады. Міне, барлығы неше құс, белгісіз құс. Енді біз барлығын табу үшін не істейміз? Барлығын табу үшін біз қосуымыз керекпіз. Мінеки, бізде 3 құс бар. 1 құс, 2 құс, 3 құс. Осы 3 құсты бір-біріне қосқан кезде барлық шығады. Енді есептің шартын жаздық, сұрағын қойдық. Енді ары қарай шешуін жазамыз. Шешуі. Шешуінде біз бұның өрнегін жазамыз. Барлығын тап деген жерде біз оны қосамыз. 3-ке 4-ті қосып, оған 6-ны қосамыз. Біздің тақырыбымыз тиімді тәсілмен қосу азайту болғасын, бізге бірінші қайсысын қосқан тиімді, соған мән береміз. Бізге 3-ке 4-ті қосқан тиімді ме, әлде 4-ке 6-ны қосқан тиімді ме? Соған мән береміз. Біз толық ондыққа жеткізіп алуымыз керекпіз. Бірінші бізге 4-ке 6-ны қосқан тиімді. Себебі толық ондық шығады. 4-ке 6-ны қосқанда 10 шығады. Оған қосамыз қалған 3-ті. Мінеке. Енді 10-ға сыртында 3-ті қосайық, шығады 13. Міне, шешуі шешілді. Енді қалғаны бізге жауабы. Жауабында не жазамыз? Жауабында бірінші сұрақты тауып аламыз. Міне, сұрақты таптық. Сұрақ қайда тұр? Сұрақ барлығында тұр. Жауабына біз барлығын жазамыз. Барлығы неше құс болды бізде? Барлығы 13 құс болды. Мінеке, біздің есеміз міне осылай шығады. Сонда 13 құс болған екен.